Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өзбектің ұлттық тағамы хамир хасиб деп аталатын тағамды пісіремін. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Салқын суға тұз, жұмыртқа қосып араластырамыз. Одан кейін ұнды салып қамыр илейміз. Бұл қамыр тура мантыға жасағандай етіп жасалынады. Әбден біркелкі болғанша илеп қамырды бұқтырып қоямыз. Одан кейін салмасын дайындайтын боламыз. Тартылған етіміздің үстіне тұз бұрышын салып, және ұсақтап туралған пияз саламыз. Одан кейін алдын ала суға пісірілген күрішті салып араластырып аламыз. Енді қамырды жаюға кірісеміз. Қамырмен де 30 минуттай тынып тұрды. Қамырды жұқа қылып жайып аламыз. Жайылған қамырды төрт бұрыштылап кесіп, ішіне салмасын салып шығамыз. Енді видеодағыдай бір бұрышынан бастап орап шығамыз. Бұл тағам голубцыға өте ұқсайды, тек қамырға салынады. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Бұл тағам мантаваркада пісіріледі. Майымызды мантаваркаға жағып, осылайынан орналастырып шығамыз. Бұл тағамды қаймақпен, әртүрлі подливпен, соуспен де ұсынуға болады. Пеште 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Ас болсын. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.